Ұйғыр ауданы емес, ұйғырдың қатысы жоқ Шонжыға. Шонжы деген ол қалмақтың батыры деп отырмыз. Оның өзіміздің жаңағы Әлмерек атамыздың атын бер деген айтамыз. Қайта өзімнің жеке басым мәселесі үндемей қалуы мүмкін. Кімнің тарысы бітсе соның тауығы болғысы келетіндер бар. Өзінің жаңағы жеке бас пайдасы үшін, өзінің мәнсабы үшін, басындағы бақ үшін, уақытша орын тағы үшін облыстың бір басшысы келеді, бір алдап кетеді, екі басшысы келеді, екі алдап кетеді. Мен үшін әке деген асқар тау, әке деген тірек. Кез келген адам кез келген жерде дейді, кез келген қазақ кемінде екі ақыл айтып кетеді дейді. Шіркін-ай өзі соның біреуін орындаса алдағашан ел қатарына қосылып адам болып кетер еді дейді. Ұлтжанды болмау, мен ұлтжанды емеспін, мен ұлтшылмын. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Қайда жүрген? Үйдемін, зейнетке шықтым. Енді мына жаңағы облыстың аға биі деген атағымыз бар. Енді сол халықтың айтып ынтымағы, ауыз бірлігі, осы ұлттық руханият мәселесі, осы шұқшиып қағаз қарайсың әйтеуір үйреншікті өзіміздің әдетіміз бойынша. Шақырған жерлер болады, баратын жерлер болады деген сияқты жаңағы. Міне өздеріңіз шақырдыңыздар, міне өздеріңіз келіп отырмыз. Әйтеуір уақытым көп деген адам түсінбеймін, бізде уақыт жетпей дейді, уақыт жоқ. Мен үшін әке деген асқар тау, әке деген тірек. Әке деген Абайдың шыққан биігі Құнанбайдың иығы демекші. Әке асқар тау, ана бауырайындағы бұлақ, бала жағасындағы жайқалып өскен құрақ дейді. Әке деген ол енді бұлайша айтқан жол көрсетуші, жол сілтеуші, ұстаз, береке. Әке деген қамқоршы, ұрпақ әкелуші, ұрпақ өсіруші, ұлтжанды ұрпақты тәрбиелеуші, қоғамның қайраткері, елдің елеулісін, халқының қалаулысын тәрбиелейтін осындай ірі тұлға болу керек. Енді ана, бұл енді Алла елшісі айтады ғой, анаңды әуелі анаңды сыйла анаңды деп. Ана деген жаңа айттым ғой, сол ана тіршіліктің көзі ғой. Анасыз айтады ғой, адамзат ұмытуға хақың бар ма? Ақ сүтін емген ғалым ақындарда. Аспанда ұшып жүрген бақыт құсы анасыз олдамаған жақындар ма дейді. Ана деген тіршіліктің көзі. Ана деген өмір сыйлаушы. Мысал, Ғабит Мүсірепов атамыздың бір сөзі бар, ойға түседі осыған байланысты. Еркек ол бар болғаны адам дейді. Ал ана өмірге адам әкелуші дейді. Мен ананың құдіреттілігі. Ананың алдында бас имейтін хан да, қара да, патша да, бай да, бағлан да, бәрі де ананың алдында бас иеді. Себебі ананың құрсағынан шыққаннан кейін тар құрсағын кеңейтіп, тас емшегін жібітіп, ананың ақ сүтін еміп өскеннен кейін анасына табынбайтын, анасына сүйінбейтін адам баласы жоқ шығар. Аң да, құс та, жануар, жәндікте бәрі де сол анасының жаңағы құрметке ету керек. Енді кім біледі, болуға тырысамыз. Оны Алла тас таразы, тәңір қазы дейді ғой. Менде бәрінен биік тұратын ар, ождан деген нәрсе бар. Шындық. Жоқ, ең жек көретін нәрсем. Қайта өзімнің жеке басым мәселесі үндемей қалуы мүмкін. Болғанда шығар, қойшы осыны, қайтемін деп. Бірақ ұлт мәселесі тұрған кезде үндемей қалған кезім жоқ. Қазіргі қоғам қандай десем болады? Алдаудың да, арбаудың да, ішудің де, жеудің де, жалтақтаудың да, жағымпазданудың да бәрінің элементтері бар қазір. Табыну, адамға табыну,
тірі адамнан құдай жасағысы келетіндер бар. Осы мені ұнамайтын. 200-лік көбінесе. Әге қайран тауық шырайналар, жемің болса қолыңда деп, Сәкен Сейфуллин атамыз айтқандай, кімнің тарысы бітсе соның тауығы болғысы келетіндер бар. Өзінің жаңағы жеке бас пайдасы үшін, өзінің мәнсәбі үшін, басындағы баг үшін, уақытша орын тағы үшін кейде шындықты айтып, айтатын жерді айтпай, ақиқатты көрсе де көрмеген болып, білсе де білмеген болып кететіндер ең опасыз адамдар осылар. Жиі айтам. Енді зияны жоқ өтіріктер болатын шығар. Ұлтқа ең қауіпті ұлтсыздық. Ауызбірліктің болмауы. Алауыздық. Енді жеке басым ғұмырым мұрланды деп айта алмаймын, ал жалпы қоғамның бір мүшесімін ғой менде. Бүкіл қоғам мүшесі қалай, мысалы қоғамда мысалы үшін әлі де болса бір ойға салсам әттеген ейлер бар. Өзім басынан бастап 30 жыл бұрын мына мәселені қолға алса былай болар еді, мына мәселені қолға алса былай болар еді деген енді өкініш бар. Бірақ өткенге өкінбей, өткенін қайтып келмейді дейді ғой. Бірақ ғұмырым мұрланды деп айтсам менде артықтау кетер. Уақыт күттірмей шешетін біздің тіл мәселеміз біріншіден. Екіншіден жер су аттары, елді мекен атаулары. Міне Жалайырға жар салып, бүкіл әлемге жарқыратып жүрген Ұйғыр аудан бір ауданның атын 32 жыл болды әлі ай итеріп, бері жығып, сен салар да мен салар, атқа жеді, кім салар деп, облыстың бір басшысы келеді, бір алдап кетеді, екі басшысы келеді, екі алдап кетеді, уақыт созады. Онда тұрған не ол? Ұйғыр ауданы емес, Ұйғырдың қатысы жоқ Шонжыға. Шонжы деген ол қалмақтың батыры деп отырмыз. Оның өзіміздің жаңағы Әлмерек атамыздың атын бер деген айтамыз, сол биліктен қолдау жоқ. Осының бәрін жаңағы шыбық емес шыңғетер, бір түкке тұрмайтын бір мәселені мәселе қылып дардайып көрсетеміз. Осының бәрін біз шеше салатын нәрсе ғой, ешқандай. Халық қаласа қан түйесін сойыпты дейді. Қазаққа не айтасың, бәрі ақылды ғой. Ешкім ақылыңды керек қылып жүрген жоқ. Абай атамның бір сөзі бар. Кез келген адам кез келген жерде дейді, кез келген қазақ кемінде екі ақыл айтып кетеді дейді. Шіркін-ай өзі соның біреуін орындаса алда қашан ел қатарына осып адам болып кетерді дейді. Ешкім өзін ақылсызбын деп айтпайды, бәрі ақылды. Ертеңгі қазақ ұжданды, ұлт жанды, намысқой, отан сүйгіш, ел сүйгіш, ауыз бірлікті, ынтымақты, бай, бақуатты, күшті мемлекеттің мүшелері болу керек. Сенем. Жалпына ұлт жанды деген сөзі мен өзім жақтырмаймын, ұнатпаймын. Бұл біздің мынау зиялы сымақтардың, қорқақтардың, жалтақтардың айтқан сөз. Ұлт жанды деген сөз. Ұлт жанды болмау, мен ұлт жанды емеспін. Мен ұлтшылмын. Ұлтшылмын деп айтса атылып кететіндей көрінеді бұлар. Өйткені неге? Кешегі біздің Сәкен Ілияс Бейімбеттерді, кешегі Алаштың арыстарын, Әлихандарды, Міржақыптарды мысалы үшін ұлтшыл деп атты ғой. Олар ұлтшыл еді ал. Ұлтшыл болғанда қандай мағынада? Өзінің ұлтын шексіз сүйген ұлтының ұлағатты ұлдар еді. Ал енді ұлтшыл болғанда ол кәдімгі шовинист дегенге келмейді бұл. Ол өзің ғана ұлтын сүйіп қалған ұлттарды қырыңдар деген жоқ ешкім. Сондықтан мен бүгін атылып кетсем де мен ұлт жандымын деп айтпаймын, ұлтшылмын деп айтамын. Және солай айтылу керек. Сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзел деп Абай атам айтқандай, мен бір телевизордан көрдім, бір Кәремет деген академик көріп отыр. Осы ұлт мәселесі. Адам ұлтшыл болмау керек, ұлт жанды болу керек. Мен ұлтшыл емеспін, ұлт жандымын деп мен атаң тақ шекесі дедім мен отырып. Не сөйлеп отқандарын білмейді өзі. Ұлтшыл деген сөзден қорықпау керек. Ешқандай қорқатын жоқ. Ұлтшыл деген сөз, ұлтын жақсы сүйетін, ұлтын жанындай сүйетін, жақсы көретін адам ұлтшыл. Егер мен ұлтымды жақсы көрмесем, ұлтшыл болмасам, өзге ұлттардың шекесін қыздырам ба? Қазақ айтады ғой, өзін өзі аямаған өзгенің бетін шиедей қылады дейді. Өзіме махаббатым жетпесе, өзім ұлтыма сүйіспеншілігім болмаса, өзге ұлтты сүйіп қалай шекесін қыздырам? Абай айтпаймын ба?
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деді. Әкеңнің баласы болма, адамның баласы бол, әкеңнің баласы дұшпаның, адам баласы бауырың деді. Адамзаттың бәрін сүй, бірақ өз ұлтыңды ерекше сүюің керек. Ұлтжанды болу керек. Ұлтшыл жігіттің бе? Рысбек Сәрсенбайды атар едім. Думан Мұхаммед Кәрімді айтар едім. Ардақ жігіт бар, ана блогер. Қазбек Исаны айтар едім. Үшеу емес, бірнеше айтуға болады, мысалы үшін. Енді ұйқыда жатыр деп айта алмайсың, оянды, ояу. Бірақ біз әлі де ұйқыдағысын оятуымыз керек, оянғанын ойлантуымыз керек. Енді біз оянған екен, енді ойланту керек ары қарай, әрекет керек. Ояту үшін әрекет керек, өнеге керек. Елім аман болсын, елім ынтымақты болсын дер едім. Халқым ауыз бірлікті болсын, ұжданды, ұлтжанды болсын, отан сүйгіш болсын дер едім.